Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 73. Language Focus 2. Prepositions of location. Сәлем, құрметті оқушы. Қалың қалай? Бүгін біз 73-ші беттегі Language Focus 2-ні өтетін боламыз. Бұнда бізге prepositionдарды берген. Бұл дегеніміз демеуліктер of location дейді. Location деген мекен, мекен демеуліктер. Яғни жер, тұрғылықты жердің демеуліктері қай жерде, қарама қарсы мысалы, оң жақта тұр, сол жақта тұр мысалы. Тағы да үстінде, астында бір заттың қай жерде тұрғандығы жайлы белгі білдіреді осы демеуліктер. Exercise number 1. Complete the examples from the listening on page 72 дейді. 72-ші беттегі тыңдалым бойынша толтыр дейді. Бірақ та өкінішке орай менде жоқ. Сол себептен мен былай өзім сөйлемге қарап жазатын болдым. Жазып қойдым. Бұндағы бізге берілген against, қарсы деген сөз, outside, сырт жақ, outside, in деген іші, бір нәрсенің іші, at деген қайда, сонда мысалы, at the end, аяқ жағына қарай, on, үстінде, on the left, сол жақта деген демеуліктер, мекен демеуліктер. Мекен дегеніміз түсінікті ма сендерге? Мекен, тұрғылықты жер, қай жерде деген сияқты. Мына жерде дайын жасап қойдым. Against, екінші outside, in, at, on the left, on деген. Екінші тапсырмада бізге мәтін берілген. Дракула, Count Dracula's Castle, қамалы, Дракуланың қамалы берілген. Соған сәйкесінше демеуліктерді қойып шығу қажет болды. Міне мен қойып шықтым. Үшінші тапсырмада таңдаймыз. Не қарамен жазылған, сол қарамен жазылғанның екеуінің біреуін таңдап шығамыз. Бұны мен таңдап шықтым. Мына жерде бірде үшінші тапсырманың біріншісінде opposite, екіншісінде on және in, on the grass, in the garden болады. Үшінші тапсырмада on болады, үшіншісінде on the left, сол жақта болады, at the left болмайды, on the left. Төртіншісінде at the sports center today. Бесінші тапсырмада in front of my bed, алдыңғы жағында. Төртінші тапсырмаға назар аударатын болсақ, бұнда сөйлем құраймыз, демеуліктерді пайдаланамыз, яғни мына суретке қарап, қай жерде тұрғандығы жайлы оны қарап қойдым. Бесінші тапсырмада жазамыз дейді, write sentences to describe where things are in your bedroom дейді. Сенің бөлмендегі заттар қай жерде тұрады, соны жаз дейді. Мен жазып қойдым. Bookshelf is on the desk. Менің кітап сөреме, кішкентай кітап сөре, ол менің партамның үстінде тұрады. My bed is near the desk. Менің төсегім партамның жанында. Near деген жанында деген сөз. The chair is near the bed. Менің орындығым төсектің жанында. Тағы да near деген. Pictures are on the wall. Суреттер қабырғада ілініп тұр. On дегеніміз қабырғада. A lamp is over the desk. Ал лампа болса, шам менің партамның үстінде. A bag is on the chair. Ал сөмке мен орындықтың үстінде. On деген сөз. Алтыншы тапсырмада өзінің досымен жұмыс жаса, сұрақтарына жауап бер дейді. Сұрайсың, досыңнан сұрайсың, одан кейін жауап береді. Ask and answer questions about your rooms дейді. Сұрақ қоясың және оған жауап бересің. Өзінің бөлмен жайлы дейді. Тағы да anything the same дейді. Досың екеуіңкі бірдей болса, сол сұрақтарға жауап бер дейді. Have you got a bag? Сөмке бар ма? Yes, it is on the chair near the desk. Бар, ол орындықтың үстінде, партаның жанында. Have you got a desk? Парта бар ма? Парта дегеніміз ол сабақ орындайтын стол. Yes, it's near the bed, opposite the window. Ол төсектің жанында, терезеге қарама қарсы. Have you got a bookshelf?
Ал кітап сөресі бар ма сенде? Yes, it's opposite my bed near the wardrobe. Ол менің төсегіме қарама қарсы, киім ілгіш шкафтың жанында. Have you got the guitar? Гитара бар ма? No, I haven't. Жоқ, менде жоқ. Менің каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңдар. Сұрақтарына міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңдар.